Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы разбираем урок номер 6. Өз-туым, жоба. Занятие проводится по учебнику «Казах тілі», издательство Алматы Кітап. 4 класс, книга 1, раздел 1, страницы с 15 по 17. Цель сегодняшнего занятия – научиться говорить предмет один или их несколько. Новые слова сегодняшнего урока. Жаңа сөздер. Пішін – форма, фигура. Дөңгелек – круг, окружность. Ортасында – посередине, в середине. Оң жағында – справа. Сол жағында – слева. Үшбұрыш – треугольник. Шаршы – квадрат. Тіктөртбұрыш – прямоугольник. Бейнеленген – изображен. Задание первое. Фигуры названы неправильно. Нужно определить название фигуры. Красный – үшбұрыш, треугольник. Зеленый – шаршы, квадрат. Розовый – тіктөртбұрыш, прямоугольник. Голубой – дөңгелек, круг. Задание второе. Нужно сравнить количество фигур в левом и в правом столбце. Каких больше? Левый столбец. Сол жақта үшбұрыш. Слева 3 треугольника. Сол жақта 4 шаршы. Слева 4 квадрата. Сол жақта 7 дөңгелек. Слева 7 кругов. В правом столбце. Оң жақта 4 дөңгелек. Справа 4 круга. Оң жақта 4 үшбұрыш. Справа 4 треугольника. Оң жақта 6 тіктөртбұрыш. Справа 6 прямоугольников. Теперь, когда мы разобрались, сколько фигурок в каждом столбце, мы можем дать ответ. Оң жақтағы дөңгелектер көп. Больше кругов справа, в первой строке. Сол жақта да, оң жақта да пішіндер саны бірдей. Слева и справа одинаковое количество фигур, во второй строке. Или мы можем сказать по-другому. Екі жақтағы пішіндер саны тең. С обеих сторон одинаковое количество фигур. Сол жақтағы дөңгелектер көп. Больше кругов слева. Это в третьей строке. Задание третье. Нужно ответить на вопросы. Пункт А. Сары түсті дөңгелектер қайда тұр? Где стоят круги желтого цвета? Сары түсті дөңгелектер ортасында тұр. Желтые круги находятся в центре. Пункт Ә. Сары түсті дөңгелек қайда тұр? Где находится круг желтого цвета? Сары түсті дөңгелек сол жақта тұр. Желтый круг находится слева. Пункт Б. Көк түсті дөңгелектер қайда тұр? Где находятся круги синего цвета? Көк түсті дөңгелектер ортасында тұр. Синие круги находятся в центре. Пункт В. Көк түсті дөңгелек қайда тұр? Где находится круг синего цвета? Көк түсті дөңгелек оң жақта тұр. Синий круг находится справа. Задание четвертое. Нужно, глядя на рисунки, ответить на вопросы. Мемлекеттік елтаңбаның пішіні қандай? Не бейнеленген? Какая форма у государственного герба? Что на нем изображено? Ответы. Мемлекеттік елтаңбаның пішіні дөңгелек. Форма государственного герба круглая. Елтаңбада шаңырақ, жұлдыз, қанатты тұлпарлар бейнеленген. На гербе изображены шаңырақ, звезда, крылатые кони. Мемлекеттік тудың пішіні қандай? Не бейнеленген? Какая форма государственного флага? Что на нем изображено? Ответы. Мемлекеттік тудың пішіні тіктөртбұрыш. Форма государственного флага прямоугольная. Туда
күн, қыран, ұлттық өрнектер бейнеленген. На флаге изображены солнце, орел, национальные узоры. Задание 5А. Вы должны прослушать аудиотекст и вписать в пробелы правильные слова. 6-шы сабақ. Өз туым. 5-ші тапсырма. Мәтінді тыңда. Керекті сөздермен толықтыр. Қазақстанның елтаңбасында көк және сары түс бар. Елтаңбаның пішіні дөңгелек. Бұл мәңгілік өмірді бейнелейді. Елтаңбаның ортасында шаңырақ тұр. Шаңырақ ортақ үй деген мағынаны білдіреді. Шаңырақтың оң жағында және сол жағында қанатты тұлпар бейнеленген. Тұлпар адалдық пен достықтың символы. Ребята, поставьте видео на паузу и постарайтесь выполнить задание самостоятельно. А теперь проверим ваши ответы. Вы должны были вписать слова в следующей очередности. Көк, сары, дөңгелек, шаңырақ, сол жағында, оң жағында. О чем шла речь в аудиотексте? На государственном гербе Республики Казахстан есть синий и желтый цвет. Форма герба круглая. Это означает вечную жизнь. Посередине герба есть шаңырақ. Шаңырақ означает общий дом. Слева и справа шаңырака изображены крылатые кони. Конь – символ честности и дружбы. Задание 5Э. Опираясь на вопросы, нужно описать флаг. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында қандай түстер бар? Какие цвета есть на государственном флаге Республики Казахстан? Тудың пішіні қандай? Какая форма флага? Тудың ортасында не бейнеленген? Что изображено в центре флага? Қыран қай жерде тұр? Где находится орел? Ою-өрнек тудың қай жеріне орналасқан? Где расположен узор на флаге? Как примерно мы можем ответить? Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында көк және сары түстер бар. На государственном флаге Республики Казахстан есть синий и желтый цвета. Тудың пішіні тік төртбұрыш. Форма флага прямоугольная. Тудың ортасында күн және қыран бейнеленген. Посередине флага изображены солнце и орел. Қыран күннің астында тұр. Орел находится под солнцем. Ою-өрнек тудың сол жағында орналасқан. Узоры расположены слева. Задание 6. Вы должны дополнить диалог, заменив рисунки и многоточия словами. Далее необходимо прочитать его в паре. Ребята, предлагаю вам поставить видео на паузу и попытаться выполнить это задание самостоятельно. Какой диалог у нас должен был получиться? Я прочитаю его на казахском языке, но он сопровождается переводом на русский язык. Дина, не жасап отырсың? Медет, мен елімнің туын жасап отырмын. Туды жасау үшін қандай түсті қағаздарды пайдаланасың? Мен көк, сары түсті қағаздарды пайдаланамын. Сары түсті қағаздан не жасайсың? Сары түсті қағаздан дөңгелек жасаймын. Оны туға жапсырамын. Дина, сары түсті қағаздан тағы не жасайсың? Тағы үшбұрыштар жасаймын. Одан күннің шуағын жасаймын.
Қыранның суретін қайда жапсырасың? Қыранның суретін күннің астына жапсырамын. Ою өрнек суретін ше? Ою өрнек суретін тудың сол жағына жапсырамын. Дина, еңбегің өнімді болсын. Рахмет, Медет. Урок закончен. Благодарю за внимание. До скорых встреч!